қазақ халқының көптеген ұлт әдет-ғұрпының 350 түрін тауып, жүйелеп ашып көрсеткен бұл жинақты анықтамалық десе де болады. Ғылыми, танымдық, көркемдік, тәрбиелік жағынан ұтымды әрі тартымды жазылған осы еңбек қазақ мәдениеті мен мінезін, тұрмыстық салт ерекшеліктерін даралап көрсетумен қымбат екенін қолға ұстаған әр оқырман толық көз жеткізеді. Осы кітаптың ішінен сіздердің назарларыңызға Наурыз мерекесінде орындалатын көрісу салт-дәстүрін ұсынамыз. Армысыздар, тату тәтті, бармысыздар, ағайын. Құтты болсын бір жасың, жаңа жылың, жылбасын. Қыспасаң да қолыңды, көрісті деп ойларсың. Бірлікті, татулық пен ынтымақты нығайтуды көздеген көрісу күні ежелден келе жатқан ұлттық дәстүріміз Наурыз мейрамының бастауы. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеюмен, осы жылға аман-есен жетумен дегенді білдіреді. Қазақ қашанда дастарханына айрықша қастерлеген. Бұл жоралғы жыл бойы балаларымыз тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниеттен туған. Әумин бата берейін, жақсылықты тілейін, жаңа жылда ұлылым, үстем болсын мерейін. Отанымызда тыныштық, халқымызда бірлік, елімізде молшылық, әр шаңырақта бақыт пен шаттық болсын. Ұлыстың ұлы күні елімізге, жерімізге құт береке ала келсін. Ұлы сон болып, әрбір күніміз Наурыз күніндей қуатты болсын. Әумин. Көрісу күні өскелең ұрпаққа, татулыққа, мейірімділікке, ізгілік пен бауырмалдыққа тәрбиелеген ерекше дәстүр. Ендеше барлығымыз өткен өмірімізді артқа қалдырып, бүгінгі күнді жыл басын көріспен Осы және басқа да көптеген салт-дәстүрлерді біздің қалалық кітапханамыздың кітаптарынан оқи аласыздар.